Қазгидромет РМК су тасқыны кезеңіне арналған алдын ала гидрологиялық болжамды ұсынады. Батыс және шығыс өңірлердің бірқатар облыстарында, негізінен Батыс Қазақстан, Маңғыстау, Павлодар, Шығыс Қазақстан, Абай облыстарында, Қарағанды облысының шығысы мен Жетісу облысының солтүстігі, күзгі ылғалдану көрсеткіштері нормадан жоғары байқалады. Жекеленген нүктелерде, әсіресе биік таулы аймақтарда айтарлықтай артық ылғалдануды көрсететін 150 мм-ден асатын мәндер тіркелді. Сонымен қатар солтүстік, орталық және оңтүстік өңірлерде Ақтөбе, Ұлытау, Жамбыл, Түркістан, Қызылорда облыстарында, сондай-ақ Атырау, Қостанай, Ақмола, солтүстік Қазақстан, Алматы облыстарының басым бөлігінде және Қарағанды облысының шығыс бөлігінде ылғал мөлшері негізінен нормадан төмен, немесе орташа деңгейде қалыптасқан, ең төменгі мәндері 25 мм-ден аз. Топырақтың қатуы елдің басым бөлігінде байқалады. Еріген топырақ тек Қазақстанның оңтүстігіндегі жекеленген нүктелерде сақталуда. Топырақтың ең терең қатуы елдің солтүстік батысында, солтүстік шығысында және орталық бөлігінде. Қостанай облысында 140 см-ге дейін, Ақтөбе облысында 127 см-ге дейін, Павлодар облысында 146 см-ге дейін, Қарағанды облысында 125 см-ге дейін және Ақмола облысында 148 см-ге дейін байқалады. Суық кезеңде түскен жауын-шашын мөлшері нормадан жоғары, негізінен шығыста, Шығыс Қазақстан мен Абай облысының таулы және тау етегіндегі бөліктерінде, солтүстікте Павлодар облысында, Ақмола мен солтүстік Қазақстан облыстарының басым бөлігінде, Қостанай мен Қарағанды облыстарының солтүстігінде және Түркістан облысының таулы және тау етегіндегі аудандарда, сондай-ақ Маңғыстау облысының шығыс бөлігінде байқалады. Батыс Қазақстан, Ақтөбе, Атырау облыстарының басым бөлігі, оңтүстік Түркістан мен Жамбыл облыстарының басым бөлігі, оңтүстік шығыс Алматы мен Жетісу облыстары және орталық Ұлытау облысының басым бөлігі, сондай-ақ Қостанай мен Қарағанды облыстарының оңтүстік бөліктер аймақтарында нормадан төмен. Кей жерлерде Абай облысының жазық бөліктерінде және Қызылорда облысының едәуір бөлігінде жиналған жауын-шашын мөлшері норма шамасында. Консультативтік синоптикалық ауа райы болжамына сәйкес 2026 жылғы ақпан айы жылы және жауын-шашын мөлшері климаттық норма шегінде болады деп күтіледі. Ел аумағының басым бөлігінде ауаның орташа температурасы климаттық нормадан 1-2 градусқа жоғары, ал елдің оңтүстік шығысында Алматы облысының оңтүстік шығысы, Жетісу, Шығыс Қазақстан және Абай облыстары нормаға жоқ болады деп болжанады. Жауын-шашын республиканың көп бөлігінде климаттық норма шамасында, ал солтүстік батыс жартысында Батыс Қазақстан, Ақтөбе, Қостанай, солтүстік Қазақстан облыстарының басым бөлігінде, Атырау облысының солтүстік шығысында, Ақмола облысының солтүстік басында, сондай-ақ елдің оңтүстігі, оңтүстік шығысы және шығысындағы таулы және тау бөктері аудандарында нормадан жоғары күтіледі. Консультативтік синоптикалық ауа райы болжамына сәйкес 2026 жылғы ақпан айы жылы және жауын-шашын мөлшері климаттық норма шегінде болады деп күтіледі. Ел аумағының басым бөлігінде ауаның орташа температурасы климаттық нормадан 1-2 градусқа жоғары, ал елдің оңтүстік шығысында Алматы облысының оңтүстік шығысы, Жетісу, Шығыс Қазақстан және Абай облыстары нормаға жоқ болады деп болжанады. Жауын-шашын республиканың көп бөлігінде климаттық норма шамасында, ал солтүстік батыс жартысында Батыс Қазақстан, Ақтөбе, Қостанай, солтүстік Қазақстан облыстарының басым бөлігінде, Атырау облысының солтүстік шығысында, Ақмола облысының солтүстік басында, сондай-ақ елдің оңтүстігі, оңтүстік шығысы және шығысындағы таулы және тау бөктері аудандарында нормадан жоғары күтіледі. Жалпыланған алдын ала болжамнан басқа, су тасқыны кезеңіне арналған әр облыс бойынша егжей-тегжейлі анықтама консультациялар дайындалды. Бұл анықтамада облыстардың аудандары бөлінісінде жауын-шашын, топырақтың ылғалдылығы, қату тереңдігі және ылғал қоры туралы және гидрологиялық бекеттер бойынша күтілетін ең жоғарғы су деңгейлері, су шығыны және ағын көлемі туралы неғұрлым егжей-тегжейлі ақпарат көрсетілетін болады. Негізгі
су тасқыны болжамы 5 наурызға дейін жарияланады. Гидрологиялық болжамдар наурыз айынан бастап апта сайын жаңартылып отырады. Егер гидрометеорологиялық жағдайлар күрт өзгерсе, Қазгидромет РМК 2-3 тәулік бұрын дауылды ескертулер арқылы қауіп-қатерлер туралы хабарлайтын болады.